Сәлеметсіңдер, құрметті білім алушылар. Тамақтандыру кәсіпорындарында еңбекті қорғау пәні бойынша сабағымызды бастаймыз. Мен Хусаинова Ғазиза Есболсынқызы, арнайы пәндер оқытушысымын. Сабағымыздың тақырыбы жылу құрал-жабдықтарын пайдалану қауіпсіздік техникасы. Тамақтандыру кәсіпорындарында жылу құрал-жабдықтары жартылай өнімдерді жылулық өңдеуден өткізіп, толық дайындыққа жеткізу үшін қолданылады. Жылу құрал-жабдықтары негізінен тамақтандыру кәсіпорындарының ыстық цехтарында кеңінен қолданылады. Жылу құрал-жабдықтарын пайдалану қауіпсіздік техникасының ережелері негізгі екі топқа бөлінеді. Бірінші жалпы ережелер, екінші арнайы ережелер. Енді жалпы ережелерге тоқталайық. Жылу құрал-жабдықтарын пайдалануға арнайы техминимум бағдарламасы бойынша дайындықтан өткен және инструктордан өткен персонал жіберіледі. Екінші, жылу құрал-жабдықтарын тікелей тағайындалуы бойынша пайдалану қажет. Істен шыққан жылу құрал-жабдықтарын пайдалануға тыйым салынады. Егер жылу құрал-жабдықтары істен шыққан болса, оларға арнайы істен шыққан деген кесте ілінуі қажет. Келесі, жылу құрал-жабдықтарына өнімдерді салу нормасын және жұмыс режимін сақтау қажет. Жылу құрал-жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін оларды тиісті санитарлық өңдеуден өткізу қажет. Енді жылу құрал-жабдықтарының жеке түрлерінің қауіпсіздік техникасына тоқталып өтейік. Бірінші қарастыратын құрал-жабдығымыз ол тағам пісіру қазандары. Тамақтандыру кәсіпорындарында тағам пісіру қазандары бірінші, екінші тағамдарды, тұздықтарды, гарнирлерді дайындау үшін қолданылады. Тағам пісіру қазандарында қолданылатын қауіпсіздік ережелері келесі факторларға байланысты. Бірінші, ол жылу құрал-жабдығының да қолданылатын энергияның түрі, яғни электр энергиясы, немесе газ энергиясы, немесе бу болуы мүмкін. Электр энергиясымен жұмыс істейтін тағам пісіру қазандарында негізінен келесі қауіпсіздік ережелері сақталуы қажет. Яғни қазанды іске қосар алдында оның техникалық және санитарлық жағдайын тексеруіміз қажет. Яғни электр тоғының жерге тұйықталуын тексереміз, электр желілерінің изоляциясын тексереміз. Тағам пісіру қазандары тамақтандыру кәсіпорындарында бірінші, екінші тағамдарды, гарнирлерді және тұздықтарды дайындау үшін қолданылады. Тағам пісіру қазандарының негізгі қауіпті факторлары ол судың буы, электр тоғы және клапандардың істен шығуы. Яғни тағам пісіру қазандарында екі түрлі сақтандыру клапандары қолданылады. Бірінші клапан турбина, екіншісі екі реттік сақтандыру клапаны. Екі реттік сақтандыру клапаны қазандардың су бу қабатындағы қысымның деңгейін ұстап тұрады. Клапан турбина тағам пісіру сыйымдылығының ішіндегі будың қысымын реттеп тұрады. Бұл екі сақтандыру клапандары істен шыққан жағдайда апаттық жағдай орын алуы мүмкін. Сондықтан да арнайы манометрлер қойылып, будың қысымының деңгейі реттеліп тұрады. Тиісті деңгей 50 килопаскаль болуы қажет. Сонымен қатар тағам пісіру қазандарында бу генераторы бар. Бу генераторының ішінде үнемі су болып тұруы қажет. Қазан жұмыс істеп тұрған кезде бу генераторындағы судың деңгейін тексеру үшін арнайы құбырлар қолданылады. Келесі құрал-жабдығымыз ол бу аппараттары. Тамақтандыру кәсіпорындарында бу аппараттары әмбебап құрал-жабдық ретінде түрлі технологиялық процесстерді жүзеге асыру қолданылады. Мысалы, параконвектомат, бу шкафтары. Бұл аппараттардағы қауіпті фактор бумен күйіп қалу қауіптілігі. Яғни аппараттармен жұмыс істеу кезінде аппараттың есігін ашуға тыйым салынады. Себебі будан термиялық күйік алу мүмкіндігі туындайды. Келесі аппарат тағамдарды қуыру және қыздыру пісіру аппараттары. Яғни тағам пісіру табалары, фритюрница, қуыру, қыздырып пісіру шкафтары. Табалар тамақтандыру кәсіпорындарында негізгі әдіспен түрлі екінші тағамдарды дайындау үшін қолданылады. Табаларға қойылатын негізгі қауіпсіздік техникасының талаптары: табалардың пісіру ыдыстары тегіс арнайы қақпақпен жабдықталған болуы қажет. Майдың температурасы 120 градусқа дейін көтеріледі, сондықтан да ыстық маймен күйіп қалу қауіптілігі де туындауы мүмкін. Аппаратты пайдалану алдында оның санитарлық техникалық жағдайын тексереміз. Тиісті мөлшерде май құйып, технологиялық үрдісті жүзеге асырамыз. Жұмыс аяқталғаннан кейін арнайы қуыру ыдысын көтеру механизмінің көмегімен ыдысты көтеріп, ішіндегі қалған майды құйып аламыз. Ыдыстың өз бетінше көтерілуіне жол беруге болмайды. Келесі аппарат фритюрница. Яғни тамақтандыру кәсіпорындарында фритюрницаны
майдың көп мөлшерінде түрлі аспаздық және тағамдық өнімдерді қору үшін қолданамыз. Фритюрницада негізгі туындайтын қауіпті фактор ол ыстық маймен күйіп қалу қауіптілігі және тоқ соғу қауіптілігі. Сондықтан да фритюрницаны пайдалану кезінде өнімдерді арнайы себетке салып, мүмкіндігінше қауіптілік ережесін сақтап, себетті майға батырамыз. Майдың температурасы 160-180 градус. Бұл майды негізінен 40 сағат пайдалануға болады. Майды қыздыратын элемент бұл жерде тендер. Бұл тендердің бетіне майдың немесе басқа да өнімдердің жабысып, қатып қалуына жол бермеу қажет. Келесі аппаратымыз қору шкафтары. Қору шкафтары негізінен ет, балық, көкөніс өнімдерін қоруға, сонымен қатар нан, тоқаш, кондитерлік өнімдерді пісіру үшін қолданылады. Бұл аппараттарда негізінен өнімдерді салу үшін түрлі кондитерлік беттер, қору беттері қолданылады. Бұл беттерді шкафтардан шығару үшін арнайы ілгегі бар құрылғы қолдану қажет. Себебі термиялық күйік алу мүмкіншілігі туындауы мүмкін. Жұмыс аяқталғаннан кейін аппаратты өнімдерден босатып, суытып, санитарлық өңдеуден өткізу қажет. Санитарлық өңдеуден өткізу кезінде су шашып жууға тыйым салынады, тек дымқыл матамен сүртіп шығуға болады. Келесі құрал жабдығымыз микротолқынды пештер. Тамақтандыру кәсіпорындарында негізі микротолқынды пеш тағамдарды жылдам дайындау үшін және жылыту үшін қолданылады. Микротолқынды пештерде қорғану жүйесі болмаса, жұмыс істеуге тыйым салынады. Яғни қорғану жүйесі пештің есігінде орналасады. Ол арнайы тор қабаты және блокировка. Егер есіктің блокировкасы іштен шықса, микротолқынды пешпен жұмыс істеуге тыйым салынады. Сонымен қатар бірнеше ережелер бар. Ол арнайы ыдыстар қолдану, кейбір өнім түрлерін микротолқынды пеште дайындамау. Мысалы, металл, түрлі суреттері бар, керамикалық, фарфор, фаянс және шыны хрусталь ыдыстарды пайдалануға тыйым салынады. Арнайы микротолқынды пештерге арналған ыдыстар, пластмасса ыдыстар қолдануға болады. Сонымен қатар микротолқынды пеште жұмыртқа, консервілер дайындауға тыйым салынады және өсімдік майын қыздыруға тыйым салынады. Себебі май шашырап, аппарат істен шығуы мүмкін. Келесі қарастыратын аппаратымыз ол су ысытуға және су қайнатуға арналған жылу құрал жабдықтары. Яғни тамақтандыру кәсіпорындарында су қайнатқыштары мен су ысыту аппараттары қайнаған және ыстық су дайындау үшін қолданылады. Бұл аппараттарда кездесетін қауіпті факторлар ол ыстық сумен күйіп қалу факторы және тоқ соғу қауіптілігі. Су қайнатқыштарда судың температурасы 100 градусқа дейін жетеді. Яғни бұл суды біз негізінен ыстық сусындар дайындау үшін қолданамыз. Бұл жерде сақталатын негізгі қауіпсіздік ережесі қайнаған сумен аппаратқа келіп түсетін қайнайтын судың деңгейінің бір деңгейде болуы. Тамақтандыру кәсіпорындарында қолданылатын жылу құрал жабдықтарын пайдалану қауіпсіздік техникасын сақтау персоналдың өмірі мен денсаулығын сақтауға мүмкіншілік береді. Негізгі себептер, жарақаттың, бақытсыз жағдайдың туындау себептері ол техникалық себептер болуы мүмкін. Яғни аппараттың технологиялық үрдіске сәйкес келмеуі, немесе конструкциясының ескіруі, сонымен қатар персоналдың қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтамай немқұрайлы қарауы болуы мүмкін. Қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтай отырып, сіздер еңбек өнімділігінің жоғарылауына, өндіріс мәдениетінің сақталуына мүмкіншілік бересіздер. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы маңызды мемлекеттік мәселе болғандықтан, кез келген өндіріс орнында қауіпсіздік техникасын сақтау маңызды болып табылады. Сондықтан да тамақтандыру кәсіпорындарында жылу құрал жабдықтарын пайдалану қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтау өзіміздің және персоналдың өндірістік жарақатқа ұшырауының және бақытсыз жағдайға ұшырауының алдын алуға мүмкіншілік береді. Енді үй тапсырмасы. Бүгінгі берілген материал бойынша және қосымша интернет материалдары, оқулықтағы материалдарды пайдалана отырып, презентация дайындау және бүгінгі берілген материалға қосымша электронды оқулықтардан қосымша мағлұматтар алып, конспекттер жасау. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.